Қайырлы күн, достар. Мен бүгін балаларыма қатпарлы қамырдан самса пісіріп бердім. Ең бірінші қамырды ұнға матырып отырып, осылай біркелкі етіп, жайып алдым. Не қатты жұқа болмау керек, не қатты қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта болса жетеді. Осылай барлығын біркелкі етіп жайып алып, самсамды өріп түйеуді бастадым. Самсаның салмасына фарш қостым, асқабақты көбіктеп турап, пиязды ұсақтап турап қостым. Дәміне қарай тұз бұрышын қостым. Осылай самсаларымды біркелкі етіп түйіп, противенге орналастырдым. Самсаларым өте әдемі шығып жатыр. Самсаның бетіне жылтырап әдемі шығу үшін жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып араластырып жақсаңыздар, самсаның беті жылтырап шығады. Одан кейін бетіне күнжіт сеуіп, 200 градуста духовкада 40-45 минут пісіріп алдым. Міне, біздің самсамыз дайын.